Құрманғазы атындағы Шағын жинақты жинақ орта мектебінің 8-ші А сынып оқушысы Дарбай Тоғжан абай атаға арнау. Ешқашан ұмытылмас ұлы тұлған, көкірегінде өнердің сыры тұнған. 45 қара сөзі асыл маржан, ұлылықтың ұшқынынан жаратылған. Абай ата өлмейтін мәңгі ақын, орның бөлек ерекше тумадарын, артынан өшпес мәңгі із қалдырдың, өшпесін Алатаудай шыққан даңқың. Сұңқар құсты қондырған, бәйтеректей биіксің, көкірегінен жыртынған, көп пендеден биіксің. Ұқтырады тірліктің сүйінені, мың құбылар дүниенің құйнығы, ұлы ақын тұрғанда Алатаудай, өлең жазу не деген қиын еді. Қазақтың Абай атты ұлы ақыны, өлең жыр қара сөзге ең жақыны, елінің даналығын жырлай білген, Алаштың Абай деген ұлы ақыны. Өмірің өнегелі, мағыналы, ұрпақ сенің өлеңінен нәр алады. Өткен шақ бүгінгі ертеңгі күн, ұмытпайды өзіңдей бір тұлғаны.